Жазғы демалыс басталғанда ата-ананың уайымы балалардың қауіпсіздігі. Өйткені күнімен жұмыста болған кезде ол қыздың қараусыз қалатыны рас. Құрметті достар, Эдулайф бағдарламасы Алматы іргесіндегі өрнек лагеріне келдік. Ендеше саяхатты бастайық. Жалпы өрнек қандай лагер? Өрнек Алматы қаласы білім басқармасы оқушылар сарайына қарасты мекеме. Бұл жерде біздің оқушылар сарайына келетін Алматы қаласының балалары демалады. Биылғы жыл өзі кішкене ерекше жыл болды. Прайм! Прайм! Прайм мы лучшие всегда! Прайм команда хоть куда! Алматының тұрғынысыз. Иә. Жалпы қанша күн болды осы жерге келгеніңізге, несімен ерекше есте қалатын болды осы өрнек сізге? Келгеніме 3 күн болды. Және де көптеген қызықты ойындар, іс-шаралар қойып жатыр. Кешке жақынғы дискотекалар ұнап жатыр. Әрине тамақтары да керемет. Табиғаты да өте керемет. Қай лагерде болдыңыз? Балдәуренде болдым. Сосын оның алдында ЮДС-та болдым. Бұл лагер несімен ерекше екен? Бұл жерде айтқанымдай табиғатымен ерекшеленеді. Және де вожатыйлардың, қалай айтсам болады? Қамқорлығы? Иә, қамқорлығы, бәріне қарап жүргені сол ұнайды. Және де қойылып жатқан, ұйымдастырылып жатқан іс-шаралар қызығырақ. Психологиялық тесттер тапсырамыз, сурет саламыз, және де билеп, ән айтып, тағы да басқалар істейміз. Өзіңіз не үйрендіңіз келгеннен бері? Өзім? Мен өзім бұрыннан бәрін білемін. Жерде көптеген достар таптым. Және күшті билей бастадыңыз. Иә. Мен бұрын бірақ онша қатты билей алмайтын. Қазір енді активный болып билеп жатырмын. Екі ауысым ерекше білім беруді қажет ететін балалардан тұрады. Сол екінші ауысымы болып жатыр. Бұл жерде балалар таңертең сағат 8-ден тұрғаннан кешкі сағат 10-ға дейін өздеріне осы жазғы демалысқа қажетті барлық ақпараттарды, ойындарды, іс-шаралардың бәрін өткізіп шығады деп айта аламын. Өйткені таңғы сағат 8-де олар орындарынан тұрып жуынып, жан-жағын жинап болғаннан кейін жаттығуларын жасайды, жаттығудан таңғы асқа барады. Таңғы астан шығып, педагог, психолог, дефектологтардың көмегімен әртүрлі танымдық сабақтарын өтеді. Өйткені бұл балаларымыз ерекше балалар. Және тегін. Бұл жерде ақылы деген сөз жоқ. Ақылы деген әңгіме жоқ, ондай болмағанда. Бұл балаларға тәлімгерлер болып, тәрбиеші болып, Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық колледждің студенттері келген. Жалпы бұл лагердің бәрінен ерекшелігі мұнда ақылы бөлім деген жоқ. Мемлекет төлейді, 5 уақыт таза тамағы, таза ауа, көтеріңкі көңіл күй, жазғы балалардың демалысы керемет өтуде. Расскажи, Ярослав, чем отличается этот өрнек? Вы давно отдыхаете? Уже 3 дня. Здесь отличается атмосферой, хорошие вожатые, крутые соклассники, что здесь мы вместе живем. И еще веселые игры. И по вечерам концерты. Дискотека? Да. А что самый ты, который запомнил это за 3 дня? Я бы здесь рассказал, что я здесь научился играть в волейбол, поэтому я до того не умел играть в волейбол. А здесь мы играли вместе с моими друзьями, которые я подружился здесь. Мы играли в волейбол.
Еще хочу отметить, что здесь очень классные вожатые, которые всегда поддерживают. А еда? Еда вкусная, и хотелось бы еще сказать, что очень полезно. Бұл жердің ауасы өте таза. Міне қараңыздаршы, өрік те пісіп тұр. Ал асханасы қандай екен? Бірге көрейік. Ой, міне асхананың іші қандай жарық, таптаза, аппақ бәрі. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Жазира Бегалы. Өте қуаныштымын. Едулаев бағдарламасы. Енді асхананың біз ары қарай ішіне кірмейік. Санитарлық талап ережелерді сақтауға бәріміз міндеттіміз. Рахмет сізге алдымыздан шыққаныңызға. Жалпы асханада қандай тамақтар пісіресіздер? Өзім таныстырып кетейін, мен осы жердің бас аспазшысымын. Есімім Баян Түгелбайқызы болады. Бізде балалар 5 уақыт тамақ ішеді. Ертеңгі ас, потом түскі ас. Онан кейін 5-ші деймін, полдник бар, ужин бар, и екінші кешкі ас бар. Енді 5 уақыт тамақ ішеді балалар. Обедте полноценный ғой. Қандай тамақтар пісіресіз? Бізде балаларға барлық ағзасына керек заттардың барлығы бар. Дәрумендер болғанда ол жаңағы. Яғни арнайы бір стандарт талаптарға сәйкес тамақ әзірленеді. Иә. Оның барлығы бізге санитарный нормаға кіретіндей. Жаңағы ертеңгісін сүтпен пісірілген тамақтар ботқа. Одан кейін обязательно фруктылар бар, компот, кисель береміз, чай береміз бір уақыт. Какаосы бар сүтпен. Одан кейін түскі асқа ыстық тамақ. Обязательно бірінші тағам ол сұйық тамақ болады. Оның ішінде кеспе бар, мампар, борщ, рассольник, әртүрлі тамақтар. Екінші тамаққа бізге бүгін қазақша ет. Қазір біз қазақтың тағамын дәстүрге кіргізу үшін сол бізде жаңағы сірне болады. Ет асып жатырмын деңіз. Ет асып жатырмыз, балаларға ет жейді, олар жақсы. Сол кешкі асқа обязательно творожный запеканкамыз бар. Екінші кешкі асқа обязательно кефир или булочка или коржик береміз. Айран міндетті түрде ұйықтар алдында ішсе өте пайдалы. Яғни бұл жерде сол талаптың бәрі сақталады. Қанттың қазіргі мөлшерде қанттың, тұздың мөлшерін аздатты ғой. Сол біз оны қатты, тәтті зат аз береміз. Қазіргі кезде балалардың 65 бала келді. Әр түрлі интернаттардан келіп жатыр. Жанұядан балалар бар. Тағы да 7-ші, 9-ші интернат бар. Солардың балалары өздерінің тәлімгерлерімен бірге келген. Олар қосымша біздің вожатыйлар бар. Жаңағы біз мектепте балалар тамақ жемейді деп жатады. Бірақ сіздерде тамақ қалмай қалады. Енді бұл таза ауада ғой. Кешке дейін олар ойнайды. Тауысып жеп қояды екен балалар. Тауысады, жейді, жақсы жейді. Яғни таза ауа. Таза ауада жақсы. Кешке дейін бала қимыл қозғалыспен жүреді. Тамақты тауысып жейді деңізші. Обязательно 2 рет сары май береміз, завтракқа, ужинға, жұмыртқа бар, сыр бар, бәрін береміз, дұрыстап. Лагерге келгім келіп кетті ғой менде. Келіңіздер, бүгінгі астан адам татыңыздар, пожалуйста. Рахмет сізге. Өрнек лагерінің өзгелерден тағы бір ерекшелігі, мұнда медициналық қосым бар. Яғни бала оқыс жағдайда құлап қалса, жығылып қалса, іш ауырып, бас ауырса, мұнда тез көмек көрсететін медицина қызметкері бар. Енді өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Құрбанәлі Балжан Бауыржанқызы, врач-педиатрмын. Осы жерде медициналық қосымда жұмыс жасаймыз. Таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасаймын. Балаларға кез келген уақытта алғашқы көмек көрсетуге дайынбыз. Осы жерде бізде қажетті құрал жабдықтарымыздың дәрі-дәрмектің бәрі бар екен, мына ингалит дейді, жаңағы ношпа дейді, супрастин, линикс, бәрі бар екен ғой. Барлығы бар. Егер оқыс оқиға болған жағдайда балаларға алғашқы көмектің барлығын көрсетуге дайынбыз, бірақ осы уақытқа дейін ешқандай ондай жағдай болған жоқ. Балаларға үнемі жанында, балалардың жанында тәрбиешілер
сол себепті балаларды уайымдамай жібере берсеңіздер болады. Мына ерекше балалар келді ғой, бір қандай да бір айырмашылық бар ма? Балалар жүгінген кездері болды? Бізге ондай жүгінген жоқ әлі, бірақ басқа балаларға қарағанда ерекшеліктері болады. Олармен сөйлесудің өзі жаңағыдай жеңіл желпі жарақат алады, сол кездерде сөйлесудің өзі не өзі тоже басқаша, иә. Басқаша әрекет етеміз, иә, өзгеше әрекет етеміз біз. Жақсы, жұмысыңызға сәттілік, тек балалар келмесін алдыңызға. Балаларыңызды ешқандай уайымдамай, онда жіберуге толық құқыларыңыз бар. Сәлеметсіз бе? Алдымен ат жөніңізді өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Менің аты жөнім Құралғас Шыңғыс. Мен Жүсіпбек Келебеков атындағы эстрадалық цирк колледжінде 3-ші курс студентімін, актер бөлімінде. Шыңғыстың бойының ұзындығы 1 метр 90 сантиметр, сондықтан мен Шыңғыстың қасында көп кішкентай болып қалғаным сол. Енді Шыңғыс, өзіңіз осы лагерге бірінші мәрте келдіңіз. Бір маусымды өткіздіңіз. Лагер сізді несімен таңғалдырды? Ең бірінші таңғалдырғаны бұл лагерь емес, бір шипажай секілді. Бұл жақта барлық жағдайлар жасалған. Былайша айтқанда қарнымыз тоқ, көңіліміз көк болып, тек қана балалармен жұмыс, бізде артық уайым жоқ. Бәрі қауіпсіз, ең алдымен, ең жақсысы сол қауіпсіздік. Балалар артық ешқандай случайлар да болмаған. Соған өзім таңғалдым, шынымды айтсам, бірінші сезон келген кезде. Таза ауа, таза төсек, ойын, белсенді, көңілді күндер өтіп жатыр деңіз, иә? Ұмытылмас күндер өтіп жатыр десем де болады. Сізге қалай әсер етті? Өйткені әңгіме барысында айттыңыз, өзіңіз ешқашан лагерге бармағансыз. Мен шынымды айтсам, балалармен жұмыс істегенде, лагерге келгенде таңғалдым. Балалардың энергиясы, балалардың талпыныстары, ойындар неше түрлі, бәрі активный жүгіріп, бәрі жан-жақта жүргенге мен шынымды айтсам таңғалдым. Өзімде кейде бала болғым келіп кетіп жатыр арасында. Өрнек жайлы не айтар едіңіз? Өрнек жайлы ма? Өрнек қауіпсіз, жылы, ең бақытты балалық шақты сыйлайтын үлкен үй деп айтылады. Өрнек лагеріне келіңіздер, мен сіздерді өзім күтемін. Сосын керемет билерді үйретемін, неше түрлі ойындарды ойнатамын. Міне, өрнекте осындай өнерлі тәрбиешілер бар. Міндетті түрде келіңіздер. Жалпы тәрбиеші болып келдіңіз. Қанша уақыт болды жүргеніңізге? Тәрбиеші болып жұмыс істеп жатқаныма мынау 2-ші сезон. Өзіңіз басқа лагерге барған екенсіз, өрнек несімен сізді таңғалдырды? Өрнек ол балаларға ең алдымен қауіпсіздік, және де махаббат, және де мейірімділікті көрсететін лагерь деп білемін. Және өрнек ол ерекше балаларға ерекше күтім көрсете алатын лагерь. Жалпы өзіме өрнек лагерінде жұмыс жасаған қатты ұнайды. Өйткені мен балаларға беретінім де көп, және балалардан алатыным да көп. Балаларда қарап отырасың сырттан, олар кішкентай затқа қуана алады, кішкентай дүниелерге қуана алады, және олардан біз шынайылықты көреміз, махаббатты көреміз, мейірімділікті көреміз. Кейбір өзіңіздің ұстаным принциптеріңізді өзгертуге ықпал етті. Өйткені сіз қаланың баласысыз ба? Иә, қаланың баласымын. Кейде өзім байқамай қаламын, қалай өзімнің өзгеріп кеткенімді, шынайы бола бастағанымды, жарқын бола бастағанымды, олар маған өте көп шынайы эмоцияларды сыйлады. Сол себептен өрнек лагерін қатты жақсы көремін. Тағы несімен ерекше екен? Өрнек лагері көріп тұрғандарыңыздай, қауіпсіздік және таза ауа, таза ауасымен ерекшеленеді. Көріп тұрғандарыңыздай ағаштар, таза ауа, жасыл тау айналамыздың барлығы, және де сол таза ауасымен бөлек неше түрлі ойындармен ерекшеленеді. Яғни бізде күн сайын, әр кеш сайын неше түрлі концерттер болады. Біз балаларға қаншалықты мақтау, мадақ айтқан сайын, олардың ішіндегі интуициясы және олардың ішіндегі амбициясы ашыла түседі. Сол амбициясын ашуға көмектесеміз, әртүрлі неше түрлі өнерлері пайда бола бастайды, өздері білмеген қабілеттері пайда бола бастайды. Қабілеттерін ашамыз, талантын оятамыз дейінші. Жалпы қоштасар кезде кеткім келмейді деп жылайтындар болатын. Әрине, әр сезон сайын. Сіз де жылайсыз ба? Әрине жылаймын. Мен өзімнің алдыңғы сезондағы балаларымды әлі ұмыта алмай жүрмін. Көрген сайын сол балалар есіме түсіп қала береді. Сол ұмытпаймыз, жылаймыз, қоштасамыз, бірақ қайтып келеміз деп уәде береміз. Өйткені жас қысқа. Жас қысқа. Сондықтан асығыңыздар, өрнекке келіңіздер. Өрнекте тағы бір қызық бағана бар.
мынаны жедел дабыл бастырмасы дейді. Егер мына батырманы басқан жағдайда ар жақтан полиция өкілі немесе төтенше жағдайлар қызметі сізге сұрақ қояды. Қандай кез келген басыңызға төнген қауіп болса, жедел көмек ұйымдастырылады. Сондықтан бұл жерге ергіп келіп, ермек қылып мына батырманы басуға болмайды. Айып бұл бар. Сондықтан бұл жердегі балалардың қауіпсіздігі тек лагердің қызметкерлері емес, тікелей полиция өкілдері, құтқарушылар да бақылап отыр деген сөз. Сәлеметсіздер ме? Ұнап жатыр ма? Лагерь ұнай ма? Не үйрендіңіздер? Выходили на сцену, занимались играми. Потом отдыхали, обед кушали, потом занимались спортом, зарядку на утром делали и прошли на мероприятие. Игры здесь будут проводиться. Танцевали здесь. Дома лучше или здесь? Ну, здесь лучше. Здесь лучше, да? Нашли друзей? Ну, чуть-чуть нашли, только Чуть-чуть. А тебе что понравилось здесь? Все? Ну, здесь мы- А вкусно готовят, да, здесь? Да, точно. А что То обед- самое... Ту неделю, кажется, ну, вчера вроде бы плов с этим супом был. Он очень вкусный. Это был борщ. Короче, да, то где-то так. Өте тамаша, жақсы демалыңыздар. Жақсы. Сау болыңдар. Өрнекте демалған бала өнерлі болып шығады. Қазір мұнда ерекше ұл-қыз демалып жатыр. Олардың бір күні, сағаты, минуты, тіпті секунды бос емес. Әр күн көңілді. Өрнектің жатақханасының ерекшелігі мүмкіндігі шектеулі балаларға ішіне кедергісіз кіруге болады. Дәл қазір мұнда 65 ерекше ұл-қыз демалып жатыр. Ал енді қараңыздаршы, міне табалдырықтан бір ғана аттап жатақханаға кіруге мүмкіндік бар. Ендеше ішін көрейік. Жатақхананың бөлмелері осындай. Жиһазы әппақ, төсектері жұмсақ және іші тап-таза. Және осы жердегі бар қызмет істе осы балаларға барлығымыз жайылып жастық, еліп төсек болуымыз керек. Өйткені біздің педагогикалық кредомыз сол. Психолог, педагогтар да өздерін өте жақсы балаларға предподносит деп айта аламын енді. Өздерін ұсына алады. Балаларға ұнайды. Бірінші, екінші күн кішкене зажим болады. Балалар өйткені бұл балалар бірінші рет ата-аналардың жанынан келіп жатыр екен. Балаларды қорғап, қолпаштап, осы жерде бір-біріне сөйтеміз. Одан кейін ары қарай балалар өздері ашылып, балалармен бірге ойнап, күліп, қайтатын уақытта жылап, қайтқылары келмей, сондай жағдайда болады. Яғни лагердің әр күні көңілді. Бір-біріне қайталанбайтын. Әр күні, әр сағаты, әр минуты олар үшін, біз үшін өте қымбат. Бұл бізге де сабақ болып жатыр. Біз өйткені Енді ата-аналар осында балаларын алып келу үшін не істеу керек? Қандай тәртіптер бар? ата-аналар енді қазір бізге мемлекет тарапынан ерекше білім беруді қажет еткен балалар келіп жатыр. А негізінде оқушылар сарайының өзінің балалары үйірмеге қатысады. Яғни Алматы қаласындағы оқушылар сарайындағы үйірмеге балаңыз қатысатын болса, автоматты түрде осы жерге тегін келе алады. Келуге мүмкіндігі өте бар. Яғни тек сол оқушылар сарайына үйірмеге барған балалар ғана келеді бұл жерге. Сондай балалар келеді. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Менің атым Айым, Серғали Айым. Жасым 20-да. Осы лагердің вожатый болып жұмыс жасаймын. Жалпы бірінші мәрте лагерге қызметке келдіңіз. Иә, әрине. Қандай екен? Өте қызық. Балалармен жұмыс жасаған ол бөлек
жұмыс әлем деп айтсам болады. Себебі балалар ол жеке энергия болғандықтан балалардан үйренетін дүние көп. Біз жасымыз келе өсе берген сайын балалық бір өзіміздің былай орысша айтқанда качестволарымызды жоғалтамыз ғой. Ал қазір балаларға қарап ол качествомызды қайта өзімізге алып, балалардан үйренетін затымыз мейірімділікті, өзіңнің энергияңды қолдауыңды беріп, бірге жұмыс жасап жатырмыз. Бір тандем болып, бір-бірімізді түсініп, бір ырғақта келе жатырмыз балалармен. Сол себепті сол ұнайды балалар. Балаларға не үйретесіздер? Вожатый дейміз ғой енді, тәрбиеші. Сіздердің міндеттеріңізге не кіреді? Біздің міндеттерімізге менің ойымша баланың осы қоғамда өзін сенімді ұстауына біз тікелей әсер беретін сияқтымыз. Сол себепті біз балаларға қандай қарым-қатынас жасаймыз, оларды тура солай айна ретінде басқаларға да өзінің қарым-қатынасын көрсетеді. Сондықтан да біз оларға тек қана творчество жағынан немесе футбол, ойындар жағынан ғана емес, әрине оның барлығын үйретеміз, бірақ одан да басқа бізде духовный, материальный жағынан да біз оларға мінез, құлық бойларына сіңдіруіміз қажет сияқты, менің ойымша. Себебі біз мейірімді болсақ, балалар да тура қанша сағат істейсіздер күніне? Күніне азаннан кешке дейін, сағат 8-ден кешкі 10-ға дейін, балалар ұйықтағанға дейін бірге жандарында боламыз. Шаршамайсыздар? Жоқ, шаршамаймыз. Бала деген жақсы ғой, бала керемет. Мына өрнек сізге несімен ұнады? Өрнек осы ерекше балалармен ұнаған шығар. Себебі ерекше балалармен жұмыс жасау менің опытымда бірінші рет. Сол себепті балаларды жақсы көргендіктен ерекше балалармен жұмыс жасау ол мүлдем бөлек. Өрнекте бәрі бар деңізші? Иә, өрнекте бәрі бар. Өрнекте творчество да бар, спорт, мейірімділік, достық, махаббат, отбасы барлығы бір жерде жиналғандықтан осында өте күшті атмосфера. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, осымен Эдулайф бағдарламасының өрнек лагеріне саяхаты тәмам. Сонымен мұнда демалушылардың әр күні осындай көңілді. Өрнекке келген әр бала өзіне ұмытылмастай сәт және бір өнерді бойына сіңіріп жақсы дос табады. Сонымен оқушылар сарайының өрнегі белсенді демалыс пен өнерге баулитын ғажайып мекен. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі лагерьде кездескенше сау болыңыздар.